на стиле, ключи от мопеда уже наготове. Чуть покоряйте девок района. Мы дети из 90-х, без интернета все было просто. Нет айфона, есть моторола. Пьем епис водой заместо колы. Сәлем, Серик. Қандай ескі нәрсе қарап отырсың? Бұл менің балалық шағымдағы әндер мен билер. Сендерде интернет болмағанын білем. Сонда не істегенсіңдер? Айтып берші. Білесің бе, бізге өте көңілді болды. Арнайы сен үшін мынаны тауып қойдым. Қара. Қане. Оппа, мінекей мынадай жинағым бар. Онда 90-шы жылдардың ең танымал заттар жиналған. Ол кезде сен кішкентай болдың ба? Әрине. Ашсаңшы енді, маған қызық боп тұр. Балалар, ал сендер тездетіп біздің каналымызға жазылыңдар. Сонда қораптың ішінде не бар екенін бірге тамашалаймыз. Мінекей, қораптың көмегімен өткен шаққа қайтып аламыз. Біртүрлі қорқынышты екен. Қорықпа, ашамыз. Қане, онда не бар екен? Ішінде не бір заттар бар екен. Ал мынау не? О, қара, мысалы мынау таңғурай шырыны. Мен оны қатты жақсы көретінмін. Біртүрлі шырын екен. Ол сұйықта емес. Сонда оны жей ме? Жоқ, бауыр, жай ғана су қос. Сонда шырын пайда болады. 90-шы жылдары бәрі сиқыршы болған сияқты ғой. Ұнтақтан сусын жасай алатын болса. Бауыр, қайдағы сиқыр? Бір стақан су аламыз да соған қосамыз. Сиқыр, дәл солай. Қараш, одан көпіршік шығып жатыр. Қорықпа, бауыр, араластырамыз. Мінекей шырын дайын. Ой, Серік! Пакеттен шырын шыға ма? Айттым ғой сиқыр деп. О, сағыз! Оның қандай ерекшелігі бар? Бұл деген лағыз ғой. Сосын, махаббат дегеніміз не сонда? Міне қара, ішін ашамыз. Міне сағыздың өзі, ол сондай дәмді. Алма мен лимон. Бірақ ол бастысы емес, бастысы мынау. Не? Сонда сағыздың қағазы күшті болу керек пе? Ал мінекей қараш. Оның шашын құртпасы үшін төбесі жабық көлікпен жүру. Махаббат не екенін енді түсіндім. Керемет! Серік, ал сыйлықты ұмытпадың ба? Әрине ұмытпадым. Сен әрдайым менің есіме саласың ғой. Әрине. Ойлана келіп, саған 90-шы жылдардағы ең сүйікті сыйлығымды беруді жөн көрдім. Ой, Серік, ол өзіңе керек емес пе? Бәрі де сен үшін достым. Мінекей саған сыйлық. Вау, супер! Бұл немене? Жұмыртқа ма? Басатын тетіктер де бар екен. Бауыр, бұл тамагочи ғой. Ішінде жануар өмір сүреді. Көрдің бе, кішкентай, жүгіріп жүр. Ой, ол жалғыз емес сияқты. Оның ішінде қалай сиіп кеткен? Бауыр, бұл өте қарапайым зат емес. Оны тамақтандырып, ойнатып, су беру керек. Сол кезде ол өсіп, сенімен ойнайды. Серік, сен керемет доссың. Маған тағы бір дос сыйладың. Сен үздіксің. Бауыр, жануарды тамақтандыратын уақыт келді. Балалар, сендер каналыма жазыла беріңдер. Ал мен жаңа досымды тамақтандыруға кеттім.